Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге асқабақтың көптеген дерттен айықтыратыны туралы ақпарат айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Асқабақ склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар үшін көптеген пайдалану керек. Және де асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезінде қолданған жөн, әсіресе жас аналар. Асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды әрі сәбиге де пайдалы болады. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілінде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруын зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түрленуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнін пілінген емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасы бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер өте көп. Және базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзіріне қолдану үшін сатып алушылар да өте аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді табу өте қиын. Асқабақ тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілген өсімдік. Уыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда мал азығына пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, кератин, тиамин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукубациялық заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП азығы зат алмасу жеделдететін Т және қанның июына ықпал болатын К дәрумені, кальций, калий, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсімдігінде химиялық препараттарды қолданбайды. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ майегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың есеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де белгілі. Жүрек қан тамырлар аурулары, гипертония мен зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араласып, жеп ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С витамині, В витамині тобының дәрумендерінде жеткілікті. Несеп жыныс жүйесін көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аудаушы, қабынуға қарсы өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын ем ретінде бар.
ас қорыту үрдістерін тездетеді, оттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін люлюлді қышқылдан, 15% шамасында илинол қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір қош иісті тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары палмитин, цитеин, олеин, линолеин, цитрин қышқылдары, дәрумендер мен микроэлементтер бар. Асқабақтың пайдасы: асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегін айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ және май жаңғақ бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырын немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жемі шыққанда не болмаса күйек шалғанда үкіштен өткен мәйегін компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсартады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертіне асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттің ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жейсіз. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланбаған асқабақ дәнін шикісін ерттартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жіберуі мүмкін. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ майегін ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 граммнан ішуге болады. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 3 стаканнан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнатылған су құйып, 8 сағат тұндырып, кешке таман ішуге болады. Достар, бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы, адам денсаулығындағы қандай қызметтері бар екен толық ақпарат беріп шықтым. Егер де сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп пікір қалдырыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, сау болыңыздар.